шабу невозможно. Инстаграмда көрсетіп қойған. Бүгін Малбазардан осындай балық алып келді. Малбазарға мал алмаса да барып бір аралап сөйтіп қайтады, ауылды еске алып. Наны үйде шабу мүмкін емес. Сол үшін қазір ініме беріп жіберемін. Бүгінгі видеода балық қору әдісімен бөлісетін боламын. Әр әйелдікі әртүрлі, бірақ дәл осы рецептпен жасасаңыздар, балықтарыңыз алтын түстес болып, дастарханның сәнін келтіретіні ол анық. Балықты бірінші ең алдымен әдемілеп тазалап жуып аламыз, одан кейін тұздап 15-10 минутқа қойып қоямыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек, үстіне шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып болған соң, үстінен мұздай су құямыз. Мұздай су құйып болғаннан кейін, үстінен кішкене ұн салып, сұйық масса шығарамыз. Осы сұйықтыққа балықты жақсылап араластырып, қызып тұрған майға балықты саламыз. Май бізде қараймайды, түтіні қатты шықпайды, алтын түстес балық шығады. Осылайынан алтын түстес балық шығады. Оннан қуырғаннан осы жұмыртқадан жасалған әкілермен қуырсаңыздар, дастарханның көркін ашатыны сөзсіз. Май қараймайды және де үй қатты түтіндемейді. Бізге ас болсын, рецепті пайдаланып, отзыв тастап кетсеңіздер болады. Үйде шабу невозможно. Инстаграмда көрсетіп қойған.